балаңызға қол көтеруге болмайды, себебі балаңызға қол көтерген сайын ертең өміріне өзінің ізін қалдыратын болады. Байқаусыздан балаңыздың көтінен ұрып жіберсеңіз, немесе соғып жіберсеңіз, ертең адам болады. Егерде мен оны соқпасам, ол құтырып кетеді. Немесе бәріміз адам болдық қой, нормальный адам болдық қой, соға берейік. Бұл менің тәрбиелеу тәсілім деп ойласаңыз, онда бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Сіздің әрбір ұрғаныңыз ол баланың бейсанасында үлкен ізін қалдыратын болады. Ол бала біріншіден қауіпсіздік сезімін жоғалтады, тағы да басқа травмалар пайда болады. Мен қазір проработкалар жасап жатырмын, өзімді блогтармен проработка жасап жатырмын. Сосын белгілі бір запроспен барғанда бейсанам қайта-қайта маған сол анамның мені бітіп салып жіберген, ұрып жібергеніне қайта-қайта апара береді. 2-3 рет прям бір ұрған жеріне апара берді. Где-то бір 3-4-5 жасымда айта білем, ас үйде отырғанымда анама көмектесейін деп пельмен жасап отырғам. Сосын пельменім қисық-қисық болып, анам мені ұрып жіберген. Сол кезде әділетсіздік сезімімен де әлі күнге дейін мына жерімде қалып қалған, және ол менің бірнеше өмірлік сфераларыма әсер етіпті. Мысалға алатын болсақ, қауіпсіздік сезімі, әрбір балаға қауіпсіздік сезімі маңызды. Қауіпсіздік, ешкім тиіспейді, тыныштық сезімі маңызды. Сонымен қоса, жаңа нәрсені үйрену нәрсе соған әсер еткен. Мен қорқады екем жаңа нәрсені үйренуден. Екіншіден, қателік жасаудан қорқады екем, сол нәрседен кейін. Содан кейін критикадан, мысалы адамдар маған критика айтады ғой, сол ситуациядан кейін мен критика как будто менің қауіпсіздік сезімімді алып қоятын сияқты. В общем, ол терең айта берсек көп. Ол менің бірнеше өмірлік сферама әсер еткен екен сөйтсе. Сол үшін ұрмастан бұрын ойланыңыз. Ертең балаңыздың психикасында қандай эмоционалдық із қалады. Сіз айтуыңыз мүмкін, мені де соқты ғой, адам болдық деп. Бәлкім сізді соқпаса, одан да мықты адам болушы едіңіз, одан да мықты жерде жүруші едіңіз. Немесе кейбіреу айтуы мүмкін, ой, сен балаң жоқ қой, сен өзің баламен тұрып көрші, ол ертең көрер едік, сен де соғушы едің деп айтуы мүмкін. Бірақ мен айтайын, ұру деген ол заң бойынша қудаланады, ол қылмыс болып саналады. Түсінесіз бе? Басқа мемлекеттерде, дамыған мемлекеттерде басқа біреу сіздің балаңызды соғып жатқан көрсе, андай службалар бар ғой, неше түрлі, солар келеді, сізді балаңызды сізден алып кетеді, оны басқа ата-аналарға бере салады. Түсінесіз бе? Ол заңмен қудаланады. Егер сіз өзіңіздің агрессияңызды ұстай алмасаңыз, сіз түсінбесеңіз, что баланы ұрумен үйретуге болмайды. Ұрған сайын балаға травма болады. Ұрған сайын сен оған ара қатынасыңыз жаман болады. Сіз соны түсінбесеңіз, егерде агрессияларын қалай таңдай, өзіңіздің агрессияңызды ұстай алмасаңыз, онда психологқа барып жұмыс істеңіз. Ол сіздің қателігіңіз. Яғни барлық жерде, бүкіл мемлекеттерде ұрған үшін оларды ата-ана болу немесінен айырады екен. Ата-ана болудан айырады екен. Сол үшін ұрардың алдында ойланыңыз. Неше түрін жазсаңдар болады, бірақ балаңызды ұрмаңыз.